Мынау бағанан бері пышаққа мылтық атқан жайлы айтып отыр. Жаңағы көрдіңіз, сіз кеше өзіңіздің сұрағыңызды айттыңыз. Мылтықты кепкі киген сақалды адам деп. Жаңа сіз өзің айтып отырсыз, мен бетпестерді жаңағы немен опознание жасады деп отырсыз ғой, жаңа суретпен. Сіз сол кісінің аты жөнін айта аласыз ба? Можете назвать? Тергеу барысында бетпестерді ғой сізбен? Да. Аты жөнін айта аласың ба? Ол кім болады? Можете назвать фамилию? Фамилию, честно, я не помню. И кем он ходит? Этот. Фамилиясы есімде жоқ. Ол кім мына осы оқиғаға кім болады? Кем он Ну, приходится? он, получается, потерпевший, как идет же. Ну, потерпевший... Ну, кім? дядя, Жәбірленуші. ну, как я поняла, это дядя, получается, умершего мальчика. Қаза болған баланың ағасы деп түсінемін дейді. Жаңа қайтыс болған ағасы деп отырсыз ғой? Иә, сол баланың. Қайтыс болған Ну, ағасы ғой? Я, Казинды. Яғни Гайыпбаев Нұрғанат, солай емес па? Да. Сол кісі ма? Я, Нұрғанат дегенде. Сол жаңағы тергеу барысында анықталмаған тұлға деп жазылған. Солай емес па? В ходе следствия.